Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ұзақ өмір сүру мен көк шайдың байланысы туралы болмақ. Жапон ғалымдары қант диабетіне шалдыққандарға көк шай мен кофенің пайдасы мол екенін айтады. Бұл жайлы зерттеуді ғалымдар диабетті зерттеу журналында жариялаған екен. Ғалымдардың дерегіне сүйенсек, көк шай мен кофе қант диабетінің екі типіне шалдыққандарға өте қажет. Мұндай тұжырымға олар диабетпен ауыратын 5000 адамға тәжірибе жасау арқылы келген. Ғылыми бақылауды 5 жыл бойы жүргізген. Зерттеу нәтижесі көрсеткендей, күніне 1 шыны көк шай ішкендердің өлім жағдайы 15%-ға, 2-3 шыны ішкендер 27%, ал 4 шыны ішкендер 40%-ға кеміген. Күніне 1 шыны кофе ішкендер 19%, 2 шыны ішкендер 4%-ға азайған. Ал көк шай мен кофені кезек ішкендердің көрсеткіші одан да жоғары болған екен. Күніне 2 шыны көк шай мен 2 шыны кофе ішкендердің өлім жағдайы 51%-ға. Ал күніне 4 шыны көк шай мен 1 шыны кофе ішкендер 58%-ға. Күніне 4 шыны көк шай мен 2 шыны кофе ішкендер 63%-ға дейін азайған. Ғалымдардың айтуынша, зерттеу бақылау арқылы жасалғандықтан, адамның өмірі кофе мен көк шайға тікелей байланысты дегенді білдірмейді. Алайда, көк шай мен кофенің құрамында антиоксидант пен қабынуға қарсы тұрар компоненттер бар. Иә достар, бұндай тұжырымға олар 5 жыл бойы жүргізілген сынақтың нәтижесінде келген болатын. Бұған сеніп-сенбеу әр адамның өз билігі. Бүгінгі видео сіздерге қызықты болды деген ойдамыз, және де сіздерден лайк пен комментарийлер күтеміз. Келесі кездескенше достар.